Алдым мен бір жын тиіп, мазасызданған бір кісіні оқыдым. Ол бір әйел кісі еді. Ол өзі әрі тәубет, әрі көріпкелдікпен айналысатын еді. 2 айдан аса ол кісіні оқыдық. Алхамдулилlah жақсы болып кетті. Бірақ ол кісіге мен айттым, бірінші неңіз осы істеп жатқан істеріңізді қоясыз дедім. Ол кісі қоямын деді. Өйткені мына жағдайда мен шаршадым, маған тыныштық керек деді. Өйткені ол кісіні әрдайым қораға жүр деп жаңағы оны итермелейді екен да. Барып асылып қал деп та, өз-өзіңді жаңағы қол жұмса деп. Ол кісі жоқ деп, мен балаларым бар деп сөйтіп не алады екен. Сонымен қысқасы, неге ол кісіге жын тиді? Біріншіден, ол Алла тағаланы ұнатпайтын істермен айналысты. Екіншіден, ол кісіге мен Алла тағала туралы айтып беріңізші деп едім. Ол кісі намаз оқиды екен, бірақ мен айтты, мен Алланы танымаймын деді ол кісі. Мен түсіндім, бұл кісінің Алла тағала туралы білімі жоқ. Бұл кісі черезден келіп отырғаннан кейін мен бұл кісіні Алла тағаламен байлау керек екенін түсіндім да. Яғни кімде-кім не үшін бұл сынақ беріледі? Өйткені адам Аллахпен байлану арқылы бұл мәселесін шешу керек. Сөйтіп Алланың қалауымен ол кісіге мен азанда кешке дәрет алып, аятул күрсін оқып жатасыз дедім. Азанда кешке Ихлас, Фалақ, Нас сүресін 3 реттен оқисыз. 5 уақыт намаз оқисыз. Арнайы 2 ракат намаз оқып, арнайы осы проблемаңыз үшін Алла тағаладан дұға жасайсыз. Одан кейін жаңағы дем саласыз, әрі дем салынған суды ішіп, бір жағынан жуынасыз солай. Сосын жаңағы мен айттым, күніге 1 сағат не уағыз тыңдайсыз, не кітап оқисыз. Алхамдулилlah, сөйтіп ол кәр келген сайын мен жарты сағаттан ол кісіге насихат айтып отырып, ол кісі Алла тағаланы біраз таныды. Сөйтіп Алла тағаламен қалай дұға қылу керек, қалай Аллахпен бұдан да жақын байлану керек түсінді. Алхамдулилlah, одан кейін ол кісіге қайтадан жын ол кісіні мазалаған жоқ. Мен сондықтан құрметті жақсылар, кімде-кім осындай жағдайға шалдыққан болса, осындай нәрселерді істесе, иншалла жақсы болып кетеді. Ал егер кімде-кім бұдан сақтанғысы келген болса, ол міндетті түрде 5 уақыт намазына еге болу керек. Ғұсыл алып, дәретпен жүру керек. Азында кешке Ихлас, Фаласын, Нас сүрелерін оқу керек. Жатар кезде аятул күрсін оқып жату керек, құрметті жақсылар. Өйткені жын деген нәрсе бұл бізден күшті зиянкестер да. Сондықтан біздің қасымызда хафаза деген періште бар. Біз себебін жасасақ, сол хафаза қорғаушы періштелер бізді қорғайды. Алла тағала баршамыз жамандығынан қорғасын.